Сәлеметсіздер ма? Біздің бүгінгі тақырыбымыз үшбұрыштар және үшбұрыштың түрлері. Мысалға алатын болсақ, үшбұрыш дегеніміз ережесі бір түзудің бойында жатпайтын, үш нүктеден тұратын, нүктелерді қосатын кесінділерден құралған фигураны үшбұрыш деп айтамыз. Үшбұрышты салған кезде, мысалға алатын болсақ, А, Б, С үшбұрышы. А, Б, С ол үшбұрыштың нүктелері латынның үлкен әріптерімен белгіленеді. А нүктесіне қарсы жатқан қабырғаның ұзындығын А деп, Б нүктесіне қарсы жатқан қабырғаның ұзындығын Б деп, С нүктесіне қарсы жатқан қабырғаның ұзындығын С деп алатын болсақ, және де альфа, бета, гамма бұрыштар болсын, ішкі бұрыштары, ол А, Б, С үшбұрыштың төбелері деп аталады. Ал А латынның кіші әріпімен белгіленген кіші А, Б, С-лар, олар қабырғалары деп аталады. Ал альфа, бета, гамма ол ішкі бұрыштары деп аталады. Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болады. Ал сыртқы бұрыштарының қосындысы ол 360 градусқа тең болады. Сыртқы бұрышы әр төбесінде екі сыртқы бұрышы болады. Ол екеуі де бір-бірімен тең болады. Үшбұрыштың сыртқы бұрыштарының қасиеттеріне келетін болсақ, үшбұрыштың сыртқы бұрыштарының қосындысы ол 360 градусқа тең дедік. Ол әр бұрышынан бір ғана сыртқы бұрыш алған кездегі қосындысы 360 болады. Екінші қасиеті, үшбұрыштың бір төбесіндегі екі бұрышы, сыртқы бұрыш мен ішкі бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең. Себебі олар сыбайлас бұрыштар. Ол тақырыпты біз алдын өткен болатынбыз. Келесі қасиеті, үшбұрыштың бір төбесіндегі сыртқы бұрышы, оған іргелес емес, екі бұрыштың ішкі бұрыштың қосындысына тең болады. Үшбұрыштың түрлері. Үшбұрыштың үш төбесі, үш қабырғасы бар. Сол үш бұрышына байланысты үш түрі бар, қабырғаларға байланысты үш түрі бар. Бұрыштарға байланысты келетін болсақ, сүйір бұрышты үшбұрыш, ол әр бұрышы 90 градустан кіші болу керек. Тік бұрышты үшбұрыш, бір бұрышы 90 градус болса, ол тік бұрышты үшбұрыш деп аталады. Доғал бұрышты үшбұрыш, бір бұрышы 90 градустан үлкен, яғни 180 мен 90-ның арасында болса, ол доғал бұрышты үшбұрыш деп аталады. Ал қабырғаларына келетін болсақ, ол да үш түрі бар. Әр қабырғалы немесе кездейсоқ деп аталады. Бұл жерде қабырғалардың ұзындықтары әрқайсысы әртүрлі болады, тең болмайды. Одан кейінгі түрі тең бүйірлі. Тең бүйірлі үшбұрыш, екі бүйір қабырғасы тең болса, ол тең бүйірлі үшбұрыш деп аталады. Қалған үшінші қабырғасы ол табаны деп аталады. Тең бүйірлі үшбұрыштың табанындағы бұрыштар бір-біріне тең болады. Одан кейінгі түрі тең қабырғалы үшбұрыш. Тең қабырғалы үшбұрышта аты айтып тұрғандай, қабырғаларының барлығы тең болады, немесе оны дұрыс үшбұрыш деп атайды. Дұрыс үшбұрыштың ішкі бұрыштарының барлығы тең болғандықтан, олардың бұрышы 60 градусқа тең болады, және де қабырғаларының барлығы тең болады. Мысалы, А, Б, С үшбұрышы берілсін. А бұрышының градустық мәні альфа плюс 15, Б бұрышыныкі альфа, С бұрышыныкі альфа плюс 3. Бізден сұрап тұр, А, Б, С үшбұрышының бұрыштарының мәнін табыңыз. Бұл есепті шығару үшін жаңа басында айтып кеткен үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең деген ережені қолданып шығарамыз. Альфа қосылған 15, қосу альфа, қосылған альфа плюс 3 тең 180 градусқа. Бұл жерден шығады 3 альфа қосылған 18 тең 180 градусқа. 3 альфа тең болады 162-ге, альфа тең болады 54-ге. Альфамыз 54-ге тең болса, Б бұрышымыз 54 градус, А бұрышымыз 54 қосылған 15, 69 градус, С бұрышымыз 54 қосылған 3, 57 градус болады екен. Бұрыштары табылды.